Тақырыбы жаңбыр. Неліктен жаңбырдың иісі шығады? Мүмкін ол арнайы иіссу жағып жүрген шығар. Жоқ, және жоқ. Жаңбыр тек су, ал судың иісі жоқ. Иә досым, сонда бұл ненің иісі? Құрғақ ауа райынан кейінгі алғашқы жаңбырмен бірге болатын ерекше иіс ғылыми түрде петрихор деп аталады. Ол негізінен топырақта тіршілік ететін актиномоциттер деп аталатын өсімдіктер мен бактериялардан келеді. Енді ұзақ уақыт құрғақшылық кезінде өсімдіктер басқа тұқымдардың өнуіне жол бермеу үшін топыраққа май шығарады. Осылайша су үшін бәсекелестік төмендейді. Ал актиномоциттер геозмин деп аталатын химиялық зат шығарады. Жаңбыр жерге жауған кезде ол мұнай мен геозминді жинайды. Содан кейін олар ауамен араласады. Өсімдік майларымен бірге геозминнің қосындысы жаңбырдан кейін сезетін иісті тудырады.